Ассалаумағалейкум қазақ бауырым. Бүгін мен саған қалтаңнан ешқандай да ақша шығармай, ақша табуға болатын новый Telegram бот көрсеткім келіп отыр. Бұл боттың ссылкасын мен Telegram каналыма пост қылып шығаратын боламын. Сосын сол посттың ссылкасын осы видеоның астына қалдыратын боламын. Бұл бот арқылы ақша табу үшін ең бірінші осы видеоның астындағы ссылка арқылы өтесің. Бұл ботқа ең бірінші рет кірген кезде сенде мына жерде старт немесе запустить деген көк жазу тұрады. Сол кнопканың үстінен басасың, сол кезде сенде де мынандай кнопкалар пайда болады. Бұл бот арқылы ақша табу үшін мына жерде заработать деген кнопканың үстінен басасың. Бұл бот мынандай SMS жібереді. Ең бірінші бұл бот арқылы ақша табу үшін мына боттың Телеграмдағы екі каналына жазыласың. Мынау бірінші каналы, мынау екінші каналы. Кнопканың үстінен басамыз. Присоединиться дегенді басамыз. Жаңағы Telegram ботқа қайтып келеміз. Екінші каналына жазыламыз. Енді ақша табу үшін тағы да заработать деген кнопканың үстінен екінші рет басамыз. Көріп отырғаныңдай, мына бот маған мынандай SMS жіберді. Бұл бот арқылы Telegram каналдарға жазылу арқылы, Telegram каналдардағы посттарды қарау арқылы, Telegram боттарға жазылу арқылы, сосын Telegram группаларға жазылу арқылы ақша табуға болады екен. Сосын бұл ботқа күнделікті кіріп 6 копейка бонус алып отыруыңа болады. Бір Telegram каналға жазылғаның үшін 30 копейка төлейді екен. Telegram боттарға жазылғаның үшін 15 копейка, Telegram группаларға жазылғаның үшін 30 копейка төлейді екен. Telegram каналдарға жазылу үшін мына жерде подписаться на канал дегеннің үстінен басамыз. Көріп отырғандай мына бот маған мынандай SMS жіберді. Енді мына жерде перейти каналу дегеннің үстінен басамыз. Telegram каналға жазыламыз, ашылған. Присоединиться дегенді басамыз. Жаңағы Telegram ботқа қайтып келеміз. Мына жерде проверить подписку дегенді басамыз. Көріп отырғандай, жаңағы Telegram каналға жазылғаным үшін маған 30 копейка ақша төледі мына бот. Заработать дегенді қайтадан басамыз. Қайтадан Telegram каналдарға жазылуыңа болады. Мына жерде подписаться на канал деген кнопканың үстінен басып. Мен мына жерде қазір Telegram каналдардағы посттарды қалай қарайтынымды көрсетемін. Ол үшін мына жерде смотреть посты дегеннің үстінен басамыз. Мынандай Telegram каналы ашылды, жоғары қарай көтерілеміз. Мына Telegram каналдың ішінен мынандай посттар тауып аламыз. Для начисления нажмите на кнопку деген. Астында мынандай кнопкасы бар міне. Ақша табу үшін осы кнопканың үстінен басамыз. Көріп отырғандай мына жерде мынандай уведомление шықты, жаңа кетіп қалды. Жоғары қарай көтерілеміз. Тағы да мынандай пост шықты, кнопканың үстінен басамыз. Міне 2 копейка ақша төледі. Жай ғана кнопканың үстінен басқанымыз үшін. Жоғары қарай көтеріліп, мынандай кнопкалардың үстінен басып отырамыз тек қана. Бұл жағы да түсінікті деп ойлаймын. Енді келесі Telegram боттарға жазылу. Ол үшін мына жерде перейти в бота деген кнопканың үстінен басамыз. Мына жерде перейти к боту деген кнопканың үстінен басамыз. Бот ашылады. Старт дегенді басамыз. Мына боттың жіберген SMS-ның үстінен бір рет басамыз. Мына жерде переслать дегенді басамыз. Жаңағы тапсырма орындап отырған ботымызға орамыз. Мына жерде мына стрелканың үстінен басамыз, яғни SMS қылып жібереміз. Көріп отырғандай міне. Жаңағы Telegram ботқа жазылғаным үшін 15 копейка төледі. Яғни Telegram боттарға жазылу арқылы осылай ақша табуыңа болады. Енді Telegram группаларға жазылу арқылы ақша табу үшін мына жерде вступить в группу дегеннің үстінен басамыз. Мына жерде перейти группе дегеннің үстінен басамыз.
мынандай зат ашылды, группа жазыламыз. Жаңағы ботқа қайтып келеміз. Мына жерде проверить членство дегеннің үстінен басамыз. Көріп отырғаныңдай, міне 30 копейка ақша төледі жаңағы телеграм группаға жазылғаным үшін. Бұл жағы түсінікті деп ойлаймын. Енді бұл жерде бонус алу үшін, яғни 6 копейка бонус алу үшін, мына жерде получить бонус дегеннің үстінен басамыз. Для получения ежедневного бонуса вам нужно подписаться на канал дейді. Яғни күнделікті бонус алу үшін мына жерде мынандай канал бар екен, сол каналға жазылуымыз керек. Ол үшін мына жерде перейти деген кнопканың үстінен басамыз. Каналға жазылдық. Заработать дегенді қайтадан басамыз. Получить бонус дегенді басамыз. Мына жерде получить бонус дегеннің үстінен тағы да басамыз. Көріп отырғаныңдай, міне 6 копейка ақша төледі. Бұл бот арқылы ақша табу жағы түсінікті деп ойлаймын. Енді бұл бот арқылы тапқан ақшаңды шығару үшін мына жерде мой кабинет дегеннің үстінен басасың. Мына жерде вывести дегеннің үстінен басасың. Бұл бот арқылы тапқан ақшаңды, Kiwi кошелегіңе, Яндекс кошелегіңе немесе Payeer кошелегіңе шығарып алуыңа болады. Сосын егер де сенде Payeer кошелек жоқ болса, мен Payeer кошелек туралы видео түсірдім. Егер де ол видеоны көрмеген болсаң, ол видеоның ссылкасын осы видеоның астына қалдырады. Енді мына жерде өзіңе керекті электронный кошелегін таңдайсың. Kiwi болса Kiwi, Яндекс болса Яндекс, Payeer болса Payeer. Сосын бұл бот арқылы тапқан ақшаңды минимальный 20 рубль болған кезде шығарып алуыңа болады екен. Мына жерде мысалы үшін Payeer дегеннің үстінен басып, мына жерге Payeer кошелегінің счетін жазып жібересің, SMS қылып. Сосын бұл бот арқылы тапқан ақшаңның суммасын жазып жібересің мына жерге тағы да. Сол кезде бұл бот арқылы тапқан ақшаңды электронный кошелегіне жібереді мына бот. Бұл бот арқылы тапқан ақшаңды шығару жағы түсінікті деп ойлаймын. Енді бұл бот арқылы көбірек ақша тапқың келетін болса, бұл ботқа өзіңнің достарың шақыруыңа болады, яғни рефералдар шақыруыңа болады. Рефералдар шақырғың келетін болса, мына жерде партнеры дегеннің үстінен басасың. Бұл боттың реферальный программасы 2 уровенді. Бірінші уровендегі рефералдар үшін 20% ақша төлейді, екінші уровендегі рефералдар үшін 10%. Сосын бұл ботқа рефералдар шақырып білмейтін болсаң, бұл боттың автореферал деген услугасы бар. Егер де автореферал деген услуганы сатып алғың келетін болса, мына жерде автореферал дегеннің үстінен басасың. Автореферал деген услуганың құны 50 рубль. 50 рубль біздің теңгемен есептегенде где-то 300 теңге. Сосын автореферал деген услуганың мерзімі 30 күн. Яғни автореферал деген услуганы сатып алатын болсаң, саған мына ботқа 30 күн бойы реферал келіп тұрады. Автореферал деген услуганы сатып алу үшін мына жерде купить дегенді басасың. Купить дегенді баспастан бұрын ең бірінші бұл боттан балансын толтырасың. Сосын айтпақшы, бұл бот арқылы телеграм каналдарыңа подписчик жинауыңа болады, немесе телеграм боттарыңа рефералдар жинауыңа болады. Ол үшін мына жерде продвижение дегеннің үстінен басасың. Міне көріп отырғаныңдай канал, яғни телеграм каналдарыңа подписчик жинауыңа болады, немесе телеграм группаларыңа подписчик жинауыңа болады, немесе телеграм боттарыңа рефералдар шақыруыңа болады. Бірақ бұл ботта балансың толтырасың. Қазір менде рекламный балансында 0 рубль. Бұл боттағы рекламный балансың толтыру үшін мына жерде мой кабинет дегеннің үстінен басасың. Мына жерде пополнить дегеннің үстінен басасың. Бұл боттағы балансыңды Kiwi, Яндекс немесе Payeer арқылы толтыруыңа болады. Сосын егерде бұл боттағы балансыңды банк карточкасымен немесе басқа жолдармен толтырғың келетін болса, бұл боттың администраторына жазуыңа болады. Бұл боттың администраторына жазу үшін боттың аватаркасының үстінен басасың. Мына жерде админ деп тұр, Рико Роял деген. Осы адамға жазасың. Сосын бұл ботта балансыңды банк карточкаңмен немесе тағы да басқа жолдармен толтыруыңа болады. Сосын айтпақшы, бұл бот арқылы ақша салып ойын ойнауыңа болады. Егер де ойнағың келетін болса, мына жерде игры дегенді басасың. Бұл жерде 3 ойын бар, бірақ ақша салуың керек болады.
ақша салып ойын ойнап кейбір кезде ұтуыңа болады, яғни ақшалай сыйлық алуыңа болады. Енді ол жағын өзің қарайсың. Мен өз басым бұл боттағы ойындарды ойнамаймын. Сонымен бұл бот туралы түсінікті шығар деп ойлаймын, түсіндіре алған шығармын деп ойлаймын. Егер де түсінбей қалған жерлерің болса, осы видеоның комментарийіне жазуыңа болады, кез келген сұрағыңа жауап беруге тырысамын. Сонымен келесі видеода кездескенше.